Сабақтың тақырыбы біріккен сөздер және қос сөздер. Сабақтың мақсаты студенттерге біріккен сөздер және қос сөздер туралы түсінік беру. Біріккен сөздердің екі түбірдің бірігуі арқылы жасалып, бір сұраққа жауап беретінін ұғындыру. Сөйлем ішінен біріккен сөздерді таба алуға үйрету. Қос сөздің түрлерін түсіндіру, айырмашылықтарын көрсету. Шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал ету, сөздік қорын молайту, ой өрісін, тіл байлығын дамыту, сауатты жазуға дағдыландыру. Студенттерді ұйымшылдыққа, белсенділікке, пәнге қызығушылыққа тәрбиелеу. Сабақтың жоспары. Біріншіден, күрделі сөздің түрлері. Екіншіден, біріккен сөздердің жасалу жолдары және емлесі. Үшіншіден, қос сөздердің жасалу жолдары. Төртіншіден, сабақты қорытындылау. Жалпы, күрделі сөз дегеніміз не? Күрделі сөз екі немесе одан да көп сөзден құралып, бір екпінмен айтылатын, бір тұтас лексикалық мағына беретін сөздер. Мысалы, бүгін, шекара, 16, қызылала және тағы басқа. Күрделі сөздердің басты ерекшеліктері. Күрделі сөз кемінде екі сөздің бірігуінен, тіркесуінен, қосарлануынан, қысқаруынан жасалады. Күрделі сөз жасайтын сыңарлар мағыналық жағынан да, құрылымдық жағынан да, синтаксистік жағынан да тұтасып, бір ғана ұғымның атауын білдіреді. Күрделі сөздің құрылымдық тұтастығы бұзылмайды. Оның сыңарларының арасына сыналап басқа бір сөз кіргізуге және олардың орнын ауыстыруға да болмайды. Күрделі сөздің түрлері: біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер және сөз тіркестері. Бүгінгі тақырыпта біз біріккен сөздерді және қос сөздерді өтеміз. Біріккен сөздер дегеніміз не? Біріккен сөздер екі немесе одан да көп түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөзді атаймыз. Біріккен сөздер әрқашан бірге жазылады. Біріккен сөздер жазылуына қарай құрамына енген тұлғалар сақталып отырады. Мысалы, қара құс, баспа сөз. Екіншіден, құрамына енген тұлғалары сақталмай, кейбірі дыбыстық өзгеріске ұшырайды. Мысалы, бота көз, аман келді. Бұл жерде бота және көз сөздердің бірігуінен жасалған сөз болса да, дыбыс үндестігіне орай бота көз болып жазылады. Ғылыми тілде бұлар кіріккен сөздер деп аталады. Біріккен сөзге жататын атаулар: кісі аттары, дене мүшелері, ауру атаулары, ойын атаулары, қоғамдық өмірге, күнделікті тұрмысқа байланысты әртүрлі атаулар, мезгілге байланысты атаулар, аң, құс, жәндік, өсімдік атаулары және географиялық атаулар. Мысал келтірсек, аң, құс, жәндік, өсімдік атаулары: қосаяқ, тасбақа, жолбарыс, итмұрын. Жер-су атаулары: жеті қарақшы, жезқазған, Қызылорда. Кісі аттары: Орынбасар, Мұхамеджан. Дене мүшелері: асқазан, ұлтабар, сегіз көз. Ауру атаулары: ала өкпе, көкжөтел, қылтамақ. Ойын атаулары: алтыбақан, ақсүйек, доптаяқ. Ән, күй, өлең атаулары: саржайлау, қараторғай, кісен ашқан. Күнделікті тұрмысқа байланысты әртүрлі атаулар: отағасы, ақсақал, кәсіпорын, баспасөз. Мезгілге байланысты атаулар: биыл, бүгін, күздігүні. Белгісіздік, болымсыздық мәндегі атаулар: ешкім, ештеңе, ешқашан. Біріккен сөздердің жасалуы. Мысалы, ақбөкен, ақ және бөкен сөздерінен баспасөз, баспа және сөз сөздерінің бірігуінен жасалған. Алтыбақан, алты және бақан, шаңсорғыш, шаң және сорғыш сөздерінің бірігуінен жасалған. Балмұздақ, бал және мұздақ сөздерінен итмұрын, ит
және мұрын сөздерінің бірігуінен жасалған сөз. Біріккен сөздердің емлесі. Біріккен сөздер әрқашан бірге жазылады. Мысалы, шекара, Талдықорған, Ақтөбе. Екіншіден, біріккен сөздер түбір тұлғасының дыбыстық өзгерген түрінде жазылады. Мысалы, бүгін сөзі. Ол бұл және күн сөздерінің бірігуінен жасалса да, бүгін түбір тұлғасы болып жазылады. Үшіншіден, еш, бір, әр, кей, әлде деген сөздер есімдіктермен бірігіп жазылады. Мысалы, ешкім, ештеңе, әрқашан. Келесі өтетін күрделі сөздің түрі қос сөздер. Қос сөздер дегеніміз екі сөздің бір-бірімен қосарлануы немесе бір сөздің қайталануы арқылы жасалып, бір лексикалық мағына беретін сөздер. Қос сөздер дефис арқылы жазылып, бір-бірімен салаласа байланысады. Қос сөздердің түрлері: бір сөздің қайталануынан жасалған қос сөздер, яғни қайталама қос сөздер. Екі сөздің қосарлануынан жасалған қос сөздер, қосарлама қос сөздер және күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздер. Қайталама қос сөздің жасалу жолдары. Біріншіден, қосымшасыз және қосымшалы түбірдің түгелдей қайталануы. Мысалы, тау-тау астық, көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей шешем болады. Екіншіден, бір сыңары қосымшалы, бір сыңары қосымшасыз түбірдің қайталануы. Мысалы, көзбе-көз айтты, жүзбе-жүз көрісті. Үшінші, бір түбірдің әртүрлі қосымшаға жалғанып қайталануы. Мысалы, өзді-өзіне айтты, ерні-ернінен шықпады. Төртінші, екінші сыңары дауыссыз дыбысының орнына және дауысты дыбыстан басталатын сөздің алдына м, п дыбыстары қосылып жасалуы. Мысалы, ет-мет, шай-пай, түйе-мүйе, ат-мат, тағы да басқа сөздер. Бесінші, еліктеу сөздің екінші сыңары кейбір дыбыстық өзгерістерге ұшырап қайталануы. Мысалы, тарс-тұрс дыбыс шықты, жалт-жұлт етті. Алтыншыдан, түбір сөздің алдынан күшейткіш буын қосылып айтылуы. Мысалы, үп-үлкен, қып-қызыл. Қосарлама қос сөздердің жасалу жолдары. Біріншіден, мағынасы бір-бірінен жақын, я қарама-қайшы сөздер қосарланады. Мысалы, аға-іні, үлкен-кіші, алыс-жақын. Екіншіден, бір сыңары мағыналы, екінші сыңары мағынасыз сөздер қосарланады. Мысалы, бала-шаға, жүн-жұрқа, көйлек-көншек. Үшіншіден, екі сыңары да мағынасыз сөздер қосарланады. Мысалы, ығы-жығы, оқта-текте, некен-саяқ. Бұл сөздер қосарлану арқылы белгілі бір мағына білдірсе де, жеке-жеке ешқандай мағына білдірмейді. Төртіншіден, кейінгі кезде ғана қалыптаса бастаған бір топ қосарланған сөздер бар. Олардың сыңарлары кейде бір тұлғада, кейде әр тұлғада бола береді. Мысалы, үгіт-насихат бөлімі, оқу-ағарту саласы, қазақша, орысша сөздік. Енді өткен тақырыпты бекітуге арналған жаттығу. Берілген екі бағандағы сөздер бөлек-бөлек басқа мағына білдіреді. Осы сөздерді біріктіру арқылы жаңа сөз жасау. Мысалы, мүйіз сөзін қай сөзбен біріктіру арқылы басқа сөз жасауға болады. Мүйіз, тұмсық, суық, торғай, көл, бақа, жол, барыс, алты, бақан, жеті, қарақшы, бір, қазан, ақ, сүйек және ақ қу. Жауаптарыңыздың дұрыстығын тексерсек, яғни екі бағандағы берілген сөздер бірігу арқылы басқа мағынаға иеленді. Келесі тапсырма қос сөз тақырыбына арналады. Суретке қарап, қос сөз құрастыр. Бірінші суреттен не көріп тұрмыз, және екінші, үшінші суреттен. Осы берілген суреттер бойынша қос сөздер құрастыру қажет.
Мысалы, бірінші суретке қарап, құрал сайман, екінші суретке қарап, ыдыс аяқ, үшінші суретке қарап, газет, журнал, қос сөздерін құрастыруға болады. Берілген тақырыптар бойынша қосымша ізденуге қажетті оқулықтар тізімі төмендегідей. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біріккен сөздер және қос сөздер сабағы осымен аяқталды.